Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Саламатсыздар ма әріптестер? Елбасы көрініп тұр ғой, дауыс естіліп тұр ма? Сәлеметсіздер ме? Кішкене дауысыңыз анық емес. Кішкене адам жиналсын, иә, Перизат мұғалім? Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Естіліп тұр. Кішкене мұғалімдер жиналсын, 2-3 минут күте тұрайық. Ага. Мен? Жоқ, қайша. Микрофоныңызды сөндіріп қойыңызшы, Айгүл әріптес. Әріптестер, бастай берейік. Жақсы уақыт өтіп жатыр, құрметті әріптестер. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қош келдіңіздер. Қош көрдіңіздерді. Мен Сатыбалдина Перизат Әлімханқызы, Қарағанды облысы Балқаш қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы нөмір 75 гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Сіздерге ұсынылып отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы
мәтін түрлерін талдау арқылы функционалдық сауаттылықты арттыру. Қазіргі уақытта ұстаздар арасында авторлық бағдарлама әдістемелік құрал жазу өте керек және өзекті болып тұр. Сондықтан сіздерді бағдарлама мазмұнымен таныстырып өтсем, мазмұны бірнеше кезеңдерден тұрады. Мысалы, бірінші түсінік хаттан басталады, яғни жалпы сипаты, мақсаты, міндеттері, жаңашылдығы, өзектілігі, күтілетін нәтиже қамтылады ол жерде. Одан кейін тұрақтылау мазмұндық бөлім, нормативтік бөлім, бұл жерде күнтізбелік тақырыптық жоспар, ақпараттық әдістемелік бөлім, яғни қысқа мерзімді сабақ жоспарлары 34 сағатқа құрылған, қорытынды, мұғалімдер үшін пайдаланған әдебиеттер және оқушылар үшін пайдаланған әдебиеттер кемінде 15-тен кем болмауы керек және оқыту дәптерінен тұрды. Қазіргі білім беру жүйесінде функционалдық сауаттылықты арттыру мәселесі маңызды орын алады. Мектеп оқушыларының күнделікті өмірде кездесетін ақпаратты түсіну, оны қолдана білу және өз ойларын дәлелдеп жеткізе алу дағдылары білім беру сапасының негізгі көрсеткіші болып табылады. Бұл дағдылар қазіргі білім беру үдерісінде аса маңызды болып, оқушылардың тек академиялық білімін ғана емес, сондай-ақ олардың өмірлік дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Бұл авторлық бағдарламам Қазақстан Республикасы Оқу ағарту министрлігінің 16 қыркүйек 2022 жылғы 399 бұйрығымен және 21 қараша 2022 жылғы 467 және 2023 жылғы 199 бұйрығымен бекітілген бағдарламасына сәйкес енгізілген өзгерістердің негізінде дайындалған. Бұл оның ғылыми әдістемелік негізінің сенімділігін көрсетеді. Бұл бағдарлама қазіргі білім беру жүйесінде өзекті болып отырған функционалдық сауаттылықты дамыту мәселесіне арналған. Жаһандану мен ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы оқушылардың тек пәндік білімді меңгеріп қана қоймай, алған ақпаратты түсіну, оны сараптау және күнделікті өмірде қолдана білу дағдыларын қалыптастыруды талап етеді. Осы тұрғыдан алғанда, ұсынылған бағдарлама оқушылардың мәтіндермен жұмыс істеу арқылы функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған тиімді тәсіл болып табылады. Мәтіндермен жұмыс барысында оқушылар бірнеше маңызды дағдыны меңгереді. Мысалы, бірінші мәтіндердің түрлерін ажырату және олардың құрылымын түсіну, мәтіндерге байланысты сыни ойлау қабілетін дамыту, ақпаратты тек оқу ғана емес, оны талдау, сараптау және қолдану, оқылған мәтіндерді өз өмірінде күнделікті тұрмысында қолдану дағдыларын қалыптастыру. Оқушыларға мәтіндермен жұмыс істеу барысында түрлі тапсырмалар мен жаттығулар беріліп, олардың шығармашылық ойлау қабілеттері дамытылады. Мәтін түрлерін талдай отырып, оқушылардың өз ойларын ашық әрі дәлелді түрде жеткізе білуі маңызды. Бұл дағдылар олардың болашақта ақпараттық қоғамда белсенді азамат болып қалыптасуына үлкен септігін тигізеді. Бағдарлама барысында оқушылардың ақпараттық сауаттылықтары артып, олардың дербес ойлау дағдылары мен сыни көзқарасы нығаяды. Жалпы бұл бағдарламаның мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру үшін мәтін түрлерін талдауға негізге ала отырып, сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту және бірнеше міндеттерден тұрады, яғни 8 міндеттен кем болмауы керек. Алдарыңызда көрсетіліп тұр, яғни оқушыларға мәтін түрлерін түсіндіру және әртүрлі мәтінмен жұмыс істеу, білу дағдыларын дамыту деген сияқты түгел оқымай қояйын, көз алдарыңызда тұр. Және бұл жаңағы оқушыларға көркем, ғылыми, публицистикалық, ресми іскерлік мәтіндердің ерекшеліктерін меңгерту және ақпараттық іздеу, салыстыру және қолдану стратегияларын меңгеру. Және бұл бағдарламада яғни ақпараттық мәтін, көркем мәтіндер, ғылыми мәтіндер, ресми іскерлік мәтіндерден мен жұмыс жүргізеді. Бірінші әрине теориялық білім алғаннан кейін әрі қарай практикалық тапсырмалар жүргізіліп отырды. Жалпы бұл бағдарламаның өзектілігі қазіргі білім беру жүйесінде функционалдық сауаттылықты арттыру басты мақсаттардың бірі болып табылады. Ақпараттық қоғамда өмір сүріп жатқан оқушылар үшін тек пәндік білім ғана емес, сонымен қатар ақпаратты талдай білу, дұрыс түсіну, оны қолдана білу дағдылары да маңызды. Бұл бағдарлама осы қажеттілікті ескере отырып, оқушылардың мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Өйткені күнделікті өмірде ақпараттың молдығы мен оны дұрыс түсіну, қолдану маңызды дағды болып табылады. Бұл бағдарлама оқушыларға мәтіндердің түрлері мен құрылымын таныстырып, олардың қолдану дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Бағдарламаның жаңашылдығына тоқталатын болсам, яғни педагогикалық жаңалығы, дәстүрлі тіл сабақтарынан ерекшелігі, мәтін мазмұнын түсінуден бөлек, бұның құрылымдық, стильдік, мақсаттық ерекшеліктерін талдауға басымдық беріледі. Ал психологиялық жаңалығы
түрлі мәтін түрлерімен жұмыс жасау баланың қызығушылығын оятады. Бұл өздігінен өздігінен оқуға, ізденуге ынталандырады және шынайы өміріне байланысты мәтіндер оқу мотивациясын арттырады. Және бұл бағдарлама жаңағы айтып кеткендей функционалдық сабаққа баулып, мәтіндермен тиімді жұмыс істеуді үйрету арқылы білім алуын жеңілдетеді және қазақ тілін тереңдетіп және екіншіден бұл ұбт-ға дайындықтың виза тапсырмаларына қорытынды аттестаттауға дайындалудың өзі басталуы бізде болады. Жалпы енді бұл жерде жаңа ақпараттық мәтіндер, жаңағы көркем мәтіндер, ғылыми мәтін, ресми мәтіндер беріліп кетеді. Сол қорытынды ресми мәтіндер беріліп, жаңағы әрбіреуінің анықтамасы, құрылымы, олардың жазалу жолдары, ерекшеліктеріне тоқталып кеткеннен кейін, жаңағы мәтіннің құрылымдарына, сол әртүрлі мәтіндердің, яғни негізгі мысалы кіріспеде негізгі тақырыпты таныстыру, негізгі бөлім басты ойлар мен дәлелдерді баяндау, қорытынды әрине мәтіннің негізгі мазмұнын жинақтау және қорытындылауды жеткізу болып табылады. Мәтін түрлері бойынша теориялық білімдерін кеңейткен соң, әрине практикалық жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қоса, әрине әрі қарай енді бұл тұрақтылау мазмұндық бөлімде, бөліммен нормативтік бөлімде тақырып сағат саны күтілетін нәтиже қамтылады. Тек нормативтік бөлімде оқу мақсаты жазылады, яғни тақырыпты оқытудың мақсаты қандай, сағат саны, теориялық және практикалық болып бөлінеді. Ақпараттық әдістемелік бөлімде оқыту технологиялары, бағалау көрсеткіштері, яғни қандай оқыту технологияларын қолдану, қандай бағалау көрсеткіштеріне бағаланады, осылар қамтылды. Ал енді әдістемелік нұсқалық бөлімде, алдарында көрсетілгендей, қысқа мерзімді сабақ жоспары, тапсырмалардан тұрады, және 34 сағатқа жасалынған қысқа мерзімді сабақ жоспары, сонымен қоса оқушы дәптері бар. Оқыту барысында шығармашылық жұмыстар мен сыни ойлау тапсырмалары қолданылған. Және мәтіннің түрлері жоқ, мысалы ақпараттық мәтін, бұл мәтіндер оқырманға нақты мәліметтер мен деректерді ұсынады. Мысалы энциклопедиялар, анықтамалар, жаңалықтардан үзінділер алынады. Көркем мәтін эмоциялық әсер беру үшін жазылады. Әдеби көркемдеу құралдарын пайдалану арқылы адамның сезіміне әсер етеді. Мысалы поэзия, әңгімелер, романдардан үзінділер беріледі. Және ғылыми мәтін, ғылыми дәлелдер мен зерттеулер негізінде жазылады. Мысалы ғылыми мақалалар, зерттеу жұмыстары, ресми мәтінде, мысалы ресми ақпараттарды беру үшін қолданылады. Бұл жерде мысалы өтініштер, бұйрықтар, хаттамалардан үзінділер беріліп, жұмыстар жүргізіліп отырады. Енді сіздердің алдарыңызда қазір яғни практикалық жұмыс жүрген кезде бұл ақпараттық мәтін, әлеуметтік желілердің әсері деген тақырыпта. Әлеуметтік желілер қазіргі заманның ажырамас бөлігіне айналды. Олар адамдарға ақпарат алмасуға, қарым-қатынас жасауға, жаңалықтармен бөлісуге мүмкіндік береді. Бірақ әлеуметтік желілердің жағымсыз жақтары да бар. Көп уақытта интернетте өткізу денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Сонымен қатар жалған ақпараттың таралу қаупі жоғары. Сондықтан әлеуметтік желілерді тиімді пайдалану маңызды деген сияқты осындай ақпараттық мәтін балаларға беріледі. Яғни берілген тапсырмалар осы мәтіннен кейін. Мәтіннен жағымды және жағымсыз жақтарды бөліп жазыңыз. Әлеуметтік желілердің пайдалы екенін дәлелдейтін екі дерек келтіріңіз. Мәтіннің қорытындысын кеңейтіп, өз ұсынысыңызды жазыңыз. Төртінші тапсырма, әлеуметтік желілерді дұрыс пайдалану тақырыбында шағын нұсқаулық жасаңыз. Және бесінші, әлеуметтік желіге қатысты тағы бір ақпараттық мәтін құрастырыңыз деген сияқты міне осындай тапсырмалар беріледі. Енді сіздер бір-екеуіне болса да осы тапсырмалар негізінде өз ойларыңызды ортаға салсаңыздар, кішкене практикалық жұмыс жүргізсек, ойларыңыз болса ортаға салыңыздар. Сонымен қоса, егер болмаса әрі қарай дейін, тағы да ақпараттық мәтін, мысалы робототехника және болашақ деген тақырыпта осындай мен алдарыңызда мәтін тұр, осындай мәтін беріледі, мәтіннен бірнеше тапсырмалар беріледі. Мысалы, робототехника заманауи ғылым салаларының бірі. Бұл бағыт адамның күнделікті өмірін жеңілдету үшін жасанды интеллект пен роботтарды дамытуға бағытталған. Роботтар өндірісте, медицинада, білім беру саласында кеңінен қолданылады. Мысалы, операцияларды дәл орындау үшін хирургиялық роботтар қолданылады. Робототехниканың болашағы зор, бірақ ол этикалық мәселелерді де туындатады деген сияқты мәтін беріледі. Одан кейін мынандай тапсырмалар бар. Мысалы, мәтіннен робототехниканың қолданылатын салаларын анықтаңыз. Роботтардың адам өмірін жеңілдететін екі дәлел келтіріңіз. Этикаға байланысты туындайтын мәселелерді жазыңыз. Робототехникаға қызығатын адамға арналған 5 кеңес ұсыныңыз.
және болашақтағы роботтар тақырыбында шағын ақпараттық мәтін құрастырыңыз деген сияқты тапсырмалар осындай мәтіндерден кейін беріліп отырады. Және жасыл экономика болашақ кепілі дегенде ақпараттық мәтін беріліп кетеді да, осының кейін бірінші тапсырмалар берілгеннен кейін қосымша тапсырмалар беруге де болады. Мысалы, құрылымдық талдау тапсырмалар осы 3 мәтіннен кейін әр мәтіннің құрылымын салыстыр, кіріспе мен қорытындының рөлін анықта, мәтіндерде қолданылған нақты деректерді тізімде, әр мәтінге қосымша ақпарат қосып, мазмұнын кеңейт, әр мәтіннен 5-6 сұрақ құрастырып, жауап жаз деген сияқты қосымша тапсырмаларды беруге болады. Және шығармашылық тапсырмаларды беруге болады. Берілген мәтіндерден шабытталып, өз мәтініңді жаз, тақырыпқа байланысты презентация жаса, әр мәтін бойынша пікірталас ұйымдастыр, ақпараттық мәтіндерді жазу бойынша шағын нұсқаулық құрастыр деген сияқты қосымша тапсырмаларды беруге болады. Және әр тапсырмалардан кейін соң міндетті түрде дескриптивлар беріліп отырады. Мысалы, мәтін құрылымын дұрыс ажыратады, берілген тапсырмаларды орындауда негізгі ойды табады, шығармашылық тапсырмаларды орындауда өзіндік көзқарасты білдіреді, қосымша ақпаратты логикалық реттілікпен байланыстырады, алданған ақпаратты өз сөзімен түсіндіреді деген сияқты тапсырмалар беріліп отырады. Енді сіздерге жеңіл, мысалы, ана тілі деген алдарыңызда мәтін тұр, осы мәтінмен де жұмыс жүргізулеріңізге болады. Ана тілі әр адамның өміріндегі ең маңызды құндылықтардың бірі. Адам баласы ана тілі арқылы әлемді танып, ой-өрісін дамытады. Қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаев, ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарт тілі болуы. Ұлттың тілі кеми бастауы, ұлттың құри бастағанын көрсетеді деген. Шындығында ана тіліміз ұлттық мәдениетіміздің айнасы. Біз өз тілімізді сақтап, ұрпақтан ұрпаққа өткізуге жауаптымыз деген сияқты. Міне одан кейін мынандай тапсырмалар берілген. Мәтіннің негізгі ойын анықта, мәтіннің құрылымын бөліңіз, кіріспе, негізгі бөлім қорытынды. Ана тілі ұлттық мәдениетіміздің айнасы сөйлемін талдап, оның көркемдік мәнін түсіндіріңіз. Мағжан Жұмабаевтың пікірін өз сөзімен жеткіз. Ана тілі тақырыбында мақал-мәтел жазыңыз және мәтінмен байланысын түсіндіріңіз деген сияқты тапсырмалар беріледі. Енді бейбітшілік құндылығы деген тақырыпты оқиын, осы бойынша баланың орындаған жұмысымен таныстырайын. Соғыс адамзат тарихындағы ең қайғылы оқиғалардың бірі. Соғыс жүріп жатқан кезде елдің мәдениеті, экономикасы, адамдардың өмірі мен армандары қиратылып жойылады. Сол себепті бейбітшілік адамзаттың басты құндылығы. Қазақ халқы әрдайым татулық пен бірлікті жоғары бағалаған. Біздің бабаларымыз бейбіт өмірдің маңыздылығын жырларында, мақал-мәтелдерінде айтып кеткен. Ендеше бейбітшілік әрбір адамның саналы әрекетінің дұрыс таңдауының нәтижесі. Осы бойынша тапсырмалар. Мәтіннің қандай түрге жататынын анықтайды, әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Екінші, мәтіннен бейбітшілікті маңыздылығын сипаттайтын екі сөйлем талда. Татулық, үшінші, татулық пен бірлік туралы өз ойыңызды жазыңыз, 550 сөзден кем болмау керек. Мәтіннен ауыспалы мағынадағы сөз тіркестерін тауып, мағынасын түсіндір. Мәтінге байланысты сұрақтарға жауап бер. Мысалы, соғыс пен бейбітшілік айырмашылығы неде? Қазақ халқы бейбітшілікті қалай бағалаған деген сияқты. Енді осы жерде оқушының жауабы, мәтін бұл сипаттау мәтініне жатады. Мәтінде екінші сұраққа жауап. Мәтінде бейбітшіліктің маңыздылығы туралы ой пікір айтылған. Сол себепті бейбітшілік қоғамда басты құндылық, байлық. Бейбіт өмірді сақтауға әр адам жауапты. Үшінші сұраққа жауап. Татулық пен бірлік кез келген елдің тыныштығы мен дамуының негізгі кепілі. Адамдар бір-біріне құрметпен қарап, тату тұрса, қоғамда бейбіт өмір орнайды. Қазақ халқы бірлік бар жерде тірлік бар, татулық табылмас бақыт. Тату елге тыныштық орнайды. Бейбіт елде береке бар, татулық елге ырыс, ынтымақ, жұртқа тыныш деп пікір айтпаған. Ұлттың болашағы ынтымақ пен келісімге байланысты. Сондықтан татулық пен бірлікті сақтау әр адамның міндеті. Бейбіт қоғамда өмір сүру үшін алдымен өзімізді бастау алуымыз керек. Адамдардың өмірімен армандары тасталқан болады дейді. Бұл келесі сұраққа жауабы. Яғни айырмашылығы, соғыс адамдардың болашағы мен үмітін жояды дейді. Соғыс қирау, қайғы адамдардың өмірінің қиылуы дейді. Ал бейбітшілік, тыныш, бейбіт өмір, бұл арманға жету жолы. Ал енді келесі жаңағы қазақ халқы бейбітшілікті қалай бағалаған? Қазақ халқы бейбітшілікті жоғары бағалаған, әрдайым татулықпен бірлікті беріп ұстаған деп жауап берген екен. Келесі сонымен қоса жаңағы табиғат және адам деген мәтіндеріне беріліп, соңына жаңағы міндетті тапсырмалар берілді. Енді келесі бұл көркем мәтін. Көркем мәтін автордың ойы мен сезімін көркем құралдар арқылы жеткізетін әдеби жанр екенін бәріміз білеміз. Оның басты ерекшелігі эмоционалдық әсері мен көркемдік бейнелілігі.
Мұндай мәтіндер оқырманның қиялын, сезімін оятып, эстетикалық ләззат сыйлайды. Яғни көркем мәтін дегеніміз сол туралы теориялық білім алады, көркем мәтін ерекшеліктеріне тоқталып өтеді. Яғни көркем мәтіндер әдеби шығармалардың кең ауқымын қамтиды. Роман, әңгіме, өлең, драмалық шығармалар. Мұндай мәтіндер арқылы автор өзінің ойы мен сезімін, қоғамға қатысты көзқарасын, адамдар арасында қатынасты рухани және әлеуметтік мәселелерді ашып көрсетеді. Осыдан кейін көркем мәтіндер кешенді талдаулар жасайды, яғни мазмұндық талдау жүргізеді, стильдік талдау жасайды, құрылымдық талдау жасайды, кейіпкерлеріне талдау жасайды, яғни басты және қосалқы кейіпкерлердің психологиясымен өзара қатынасын анықтайды, және әлеуметтік мәдени контекст, яғни мәтіннің жазылған уақыты мен қоғамдағы орнын талдап жасайды. Енді алдарыңызда Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан үзінді берілген. Енді осы мәтінді оқып, өздеріңіз мына сұрақтарға жауап берулеріңізге болады. Мәтінді мен өзім оқиын. Абай есіне алған кезде оның жанына жайсыз бір ауыр сезім түскендей болды. Өйткені Абай өз тағдырын ойлап, артында қалдырған іздерді көзіне елестеткенде, қанша күрессе де толық жеңе алмайтынын сезді. Өмірдің бұл кезеңінде өзінің арман мұраттарына жету мүмкін емес сияқты көрінді. Бірақ ол әлі де болса өз халқы үшін бірдеңе жасай алады деп үміттенді. Тапсырмалар, мазмұнды талдау, мәтінде қандай негізгі тақырып көтерілген, Абайдың ішкі жан дүниесін қалай сипаттауға болады, кейіпкерлердің психологиясы, Абайдың ішкі күйін, сезімдерін сипаттап кетіңіз, ол қандай кедергілермен кездесіп отыр дейді. Келесі әлеуметтік контекст, мәтіннің жазылған кезеңмен қоғамдағы жағдайды ескере отырып, автордың қандай ой айтқысы түсіндіріңіз. Егер орталарыңызда осы тапсырмаларға қысқаша болса да жауап беремін десеңіздер, сөз сіздерде. Және сонымен қоса Төлен Әбдіктің соңғы парыз әңгімесінен үзінді, Махмұт Торайғыровтың Қамар сұлу романында үзінді беріліп отырды. Және енді сіздерге қазір оқып Қамар сұлу романын. Одан да бірнеше тапсырмалар беріледі. Мысалы, Қамар сұлудың өмірде қашықтап талда, оның сезімдері мен ойлары арасында қандай айырмашылық бар деп мәтіннен кейін, Қамар сұлудың жүрегіндегі күресті сипатта, ол өз арман мұраттарына қалай жеткізуді көздейді, Қамар сұлудың тұлғасы арқылы қандай әлеуметтік мәселелер мен рухани құндылықтар көтерілген деген сияқты тапсырмалар берілді. Сонымен қоса және ғылыми мәтіндер де беріледі. Ғылыми мәтіндер бұл ғылыми ақпаратты жүйелі түрде жеткізетін объективті дәлелді жазылған мәтіндер екенін білеміз. Олар зерттеу нәтижелерін, ғылыми жаңалықтарды, гипотезаларды, теорияларды жүргізеді. Ғылыми мәтіндер көбісі ғылыми тілде жазылып, нақты ақпаратқа жеткізуге бағытталған. Яғни бірнеше теориялық білімдер алғаннан кейін ғылыми мәтіндердің үзінді беріледі. Мысалы, ғылыми мәтін бар. Мысалы, қазіргі уақытта экология мәселесі әлемде маңызды орын алуда. Жер бетіндегі экологиялық өзгерістердің әсері адамзаттың өмір сүруіне қауіп төндіреді. Бұл өзгерістердің көбісі өнеркәсіптің дамуына, ормандардың жойылуына, табиғи ресурстардың сарқылуына байланысты. Экологтар табиғатты қорғау және оның ресурстарын тиімді пайдалану бойынша зерттеулер жүргізіп, әртүрлі экологиялық бағдарламаларды іске асыруда. Қазіргі уақытта экология саласындағы ғылыми зерттеулердің басты мақсаты қоршаған ортаны тепе-теңдігін сақтай отырып, адам мен табиғаттың үйлесімді дамуына ықпал ету. Міне осындай кейін бірнеше тапсырмалар берілді. Енді сіздердің оқып жатқан қояйын, және соңында сабақты қорытындылауға арналған сұрақтар беріледі, тест жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қоса ресми мәтіндермен де жұмыстар жүргізілді. Яғни ресми мәтіндер бұл қоғамдық және заңды қарым-қатынастарды реттейтін нормативтік талаптарға сәйкес жазылған мәтіндер. Олар мемлекеттік органдардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, немесе жеке тұлғалардың өзара қарым-қатынастарында қолданылатын құжаттар болып табылады. Ресми мәтіндердің нақтылық, түсіністік, объективтік басты рөл атқарады. Бірнеше теориялық білімнен кейін, яғни оның стиль ерекшелігіне тоқталады, құрылымына тоқталып өтеді. Ресми мәтіндерді міндетті толтырылған мөр, ресми мәтіндерді құжатты бекіту үшін мөр қойылатын бәрі бала осы жұмыстар жүргізе отырып, бала болашақ қоғамға дайындала бастайды. Енді мынандай жұмыс болды, мен сосын оқытудың жұмысын орындап берейін. Мысалы, құрметті, мынандай мәтін болды, ресми мәтінде. Құрметті әріптестер, біз бүгінгі жиналысымызды ағымдағы мәселелерді талқылаймыз. Жиналысқа барлық бөлім басшыларының қатысуы міндетті. Әр бөлім үшін жеке есеп дайындалуы қажет. Жиналыс барысында тексеру жұмыстарын талқылап, атқарылған жұмыстардың нәтижелерін қарастырамыз. Есептеріңізді уақытында ұсынуларыңызды сұраймын. Кездесуде ұсыныстар мен ескертпелерге назар аударылып, келесі кезеңнің жоспарлары анықталады. Міне осындай мәтіннен кейін мынандай тапсырмалар орындайды. Мәтіннің негізгі мақсаттарын анықта, мәтіннің құрылымын түсіндір, оның құрылымы қандай бөліктерден тұрады, мәтіндегі ресми тілдің ерекшеліктерін сипатта,
құжаттың мазмұнын талдай отырып оны жазуда қандай ресми стиль қолданғанын анықтап, бұл мәтінде қысқаша өз сөзімен жазып көр деген сияқты тапсырма берілуші. Мына осы жерде қысқа ғана үшін жұмысын айтып кетейін. Мәтіннің негізгі мақсаты дейді, оқушының жауабы жиналыста талқыланатын мәселелер, жасалған жұмыстар және алдағы жоспарлар туралы қысқаша есеп берілген. Мәтіннің құрылымы дейді, 3 бөліктен тұрады дейді, кіріспе жиналыстың өткендігі және оның мақсаты туралы ақпарат. Негізгі бөлім жиналыста кімдердің қатысқаны, не айтылғаны, қандай ұсыныстар мен жоспарлар жасалғаны баяндалады. Қорытынды ұсыныстар мен алдағы жоспар. Мәтін стилі ресмилік іскерлік дейді. Үшінші сұраққа жауап. Төртінші, мәтінде нақты арнайы қызметтік ресми стильге тән сөздер қолданылған. Есеп, жоспар деген сияқты қысқаша мазмұны дейді. Бесінші сұраққа жауабы. Жиналыста түрлі бөлімдердің есептері тыңдалып, келесі жылға жоспар ұсынылды. Мұғалімдер пікір білдіріп, ұсыныстар мен назарға алынды. Алдағы жұмыстар белгіленді деген сияқты жауаптар берді. Енді нәтижесіне тоқталатын болсам, бағдарлама барысында оқушылардың ақпараттық сауаттылықтары артып, олардың дербес ойлау дағдылары, сыни көзқарасы нығайды. Оқушылар бір мезгілде жазылым, оқылым, тыңдалым және айтылым дағдыларын дамыта алды. Яғни әрбір тапсырма осы дағдыларды қатар дамытуға көмектесіп, оқушылардың тілдік қабілеттерін жан-жақты жетілдіруге мүмкіндік туды. Яғни адам оқиды, адам айтады, адам жазады, адам тыңдайды. Бұл төрт тақырыптың өте қажетті дағдылар. Сондықтан оқушылардың білімін теориялық тұрғыда ғана емес, практикалық тұрғыда да тереңдете алды. Оқушыларды функционалдық сауаттылыққа баулу, олардың мәтіндермен тиімді істеуге үйрету арқылы білім алу үдерісін жеңілдетеді және тереңдетеді. Ақпараттық қоғамда өмір сүруге дайындық тек теориялық біліммен ғана емес, сонымен қатар практикалық дағдылармен де қамтамасыз етілуі қажет. Мәтін түрлерін талдай отырып, оқушылар тек мәтіндерге қатысты білімдерін ғана емес, сонымен қатар өмірде қолдануға болатын маңызды жаңа дағдыларды меңгерді деп ойлаймын. Осының нәтижесінде білім алушылардың, оқушылардың қалалық, облыстық түрлі олимпиадаларда, шығармашылық байқауларға қатысып, жүлделі жетістіктерге жетуде. Оған дәлел жылда Ақберен шығармашылық байқауына, жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадаларын, пәндік олимпиадалардан, яғни биылғы жылдың өзінде облыстық кезеңнен 2 оқушы орын алды. Және Ілияс Жансүгіров оқуларынан 2 оқушы биылғы оқу жылының өзінде облыстық кезеңде орын алды. Яғни 2 номинациясы бойынша Ілияс эпик ақын және жас қалам жорғалап жас ақындар номинациясы бойынша қалалық кезеңнен өтіп, облыстық кезеңнен жүлделі орындар алып отыр. Және биылғы оқу жылында 10 сыныбының оқушысы, 9 сынып оқушысы және 10 сыныптың Айдана және Кәрден оқушыларым биылғы оқу жылында облыстық бәйіс оқуынан 2 оқушында жүлделі орын алды. Екеуі біреуі үшінші орын алып қайтты. Және биылғы оқу жылында болған мұғалім болу мақтаныш облыстық педагогикалық олимпиадада Есенова Аружан деген оқушым жүлделі орын алды. Міне осындай нәтижелер көрсетілді. Бұның бәрі оқушының қазақ тіліне, әдебиетке деген білімінің тереңдігін көрсетеді және осы автор бағдарлама рөл атқарды деп ойлаймын. Енді келесі көз жүгіртсеңіздер, білім алушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру мақсатында сауалнама жүргізілді. Зерттеу әдістері ретінде сауалнама, оқушыларды бақылау, тест нәтижелері, бақылау жұмыстары, сондай-ақ осы бағдарламаны енгізгеннен кейін және енгізілгеннен кейін пән бойынша оқу сапасының жылдық қорытындылары талданды. Оқушылармен кіріс және шығыс сауалнамалары жүргізілді. Және алдарыңызда тұр, салыстырмалы талдау жасалынды. Білім сапасы сәуір айында 4%-ға өсіп, жақсы қарқын көрсетті. Бұл оқушылардың оқу үлгерімінің біртіндеп жақсарғанын көрсетеді. Алдарыңызда осы сауалнаманың нәтижесі пайыздық көрсетіліп тұр. Енді сөзімді қорытындылайтын болсам, бұл бағдарлама білім алушылардың қазақ тілі мен әдебиет пәніне қызығушылығын арттырып, оқу сапасының артқандығы, олардың функционалдық сауаттылығын дамытуға оң ықпал етті. Қазіргі білім беру талаптарына сай, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған маңызды бастама деуге болады. Енді құрметті әріптестер, Кампусидің сөзімен аяқтағым келіп тұр. Маған айтып берсем, оны қаламын көрсетсем, есіме сақтаймын. Ал өзіме жасатсам, үйренемін дегендей, сіздермен кері байланыс орнатсам. Яғни алдарыңызда 3-2-1. Мен үшін маңызды 3 ақпарат сіздер үшін, сіздердің көп білгілеріңізге рахмет, және есте сақтау керек бір маңызды ақпарат не болды деп ойлайсыздар. Сіздер сөз өздеріңізде ойларыңызды бөлісіп, пікірлеріңізді айтыңыздар. Осы тілектеріңіз болса, сөз сіздерде. Құрметті әріптес Перизат, бүгінгі сіздің бағдарламаңызда өте
соншалық маңызды ақпараттар көп берілді. Шынында да маңызды дегенде, мынау мен үшін маңызды үш ақпарат дегенде, жаңағы мәтінді ала отырып, оны теорияны практикамен байланыстырып, балаларға соншалықты түсінікті, ыңғайлы етіп бергеніңіз, міне осылардың барлығы да өте маңызды. Және адам білгіміз келетін өте көп. Дегенмен осы неден сіздің бағдарламаңыз арқылы күнделікті өзіміз өмірде сабақ беру барысында аңғармай жүрген кейбір мәліметтерді шынында да оны тереңірек түсінуге жаңа тапсырмалар арқылы мен байқадым. Соны мән бермеген кездеріміз болған екен, енді соған тереңірек мән беруіміз керек екен. Және ең маңыздысы бұл жаңағы балалардың тілге деген құштарлығын арттыруда, тілді білуге, мәтіндерді оқуда, мәтінмен жұмыс жасаудағы балалардың ана тілімізге деген сүйіспеншілігін арттыруға керемет тиімді бағдарлама екенін ұқтым. Рахмет сізге. Және күнделікті сабақ көрісте бұның бәрін қолданамыз, тек бізде ұстаздарда оны жинақтап жоқ қой. Осындай бағдарлама болашақта сіздер де жазасыздар. Кейбіреулеріңізде тіпті бар да. Сондықтан енді жаңа сіздер құрылыммен таныстыңыздар. Кішкене болса да қалай жасалу керек, қалай жазылу керек. Енді кішкене болса да мәлімет алды деп ойлаймын сіздерге. Септігі тиеді деген ойдамын. Соны рахмет сіздерге. Уақыт бөліп білгендеріңізге. Назарларыңызға көп рахмет. Егер ой бөлсем десеңіздер, сіздер ой бөлісуге болады. Рахмет сіздер. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы демалыс болсын. Бұл жолы жақсы көңіл күймен бастап келесің.